Офицер Холлис кезекті дәрігерге тексерілуі кезінде өзінің әрқашанда бедеу болғанын біледі. Таң қалған ол өзінің балаларының кімнен екенін түсіне алмайды. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз «Нәпсінің құны» фильміне шолу жасайтын боламыз. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Офицер Холлис жоғарыдан секіріп, өз-өзін өлтірмекші болған жігітпен сөйлесуге келеді. Гевин мен Холлистің арасындағы әңгіме барысында Холлистің 2 баласы бар екенін және Құдайға сенетінін білуге болады. Ал Гевин болса атеист және үйсіз жүрген жігітті үйіне кіргізіп, ең аяғы көгілдір болып кетіп, онымен арақатынасқа түскен болатын. Гевиннің офицерге өлер алдында өтініші бар еді. Алайда Холлис оның өз шаруаларын өзі бітіруі керек екенін айтады. Жігіт бұл жерге өз еркімен көтерілмегендігін, түскі 12-ге дейін осы жерде тұрып, артынан секіру керек екенін айтып, осы жағдайға қалай тап болғанын баяндайды. Ол жақын арада сүйкімді көршісі Шайнамен танысады. Тағдырдың қалауымен келіншек Гевин жұмыс істейтін қонақ үйге келіп, жұмысқа орналасқысы келетінін айтады. Сондай-ақ Шайна күйеуімен бірге Гевиннің жанындағы пәтерге көшіп келген еді. Өзіне жұмыстың ауадай қажет екенін жасырмайды. Гевин келіншекпен сөйлескеннен кейін оны қонақ үйге жұмысқа алады. Кешкісін осы жағдай туралы өзінің бірге тұратын досына айтады. Ол бұл жағдайдың жай ғана болмағанын, қандай да бір мағынасы болуы керек екенін айтып қоймайды. Гевин күліп келіншекті қатты ұнатқанның өзінде мүмкін емес екенін, себебі оның тұрмыста екенін айтады. Осы кезде Шайна күйеуі Джомен бірге Гевинге келіп сәрсенбіге кешкі асқа шақырып кетеді. Алайда бұл отырыс ойдағыдай өтпейді. Себебі Джо қонақтарға шарап беріп, артынан өздерінің шарап ішпейтінін айтып, тамақ алдында Құдайға сыйынып, 2 жігіттің бірге тұрғаны Құдайға ұнамайтынын айтады. Нәтижесінде ашуланған Гевин үйіне кетіп қалады. Артынан досы екеуі осы болған жағдайды өзара талқылайды. Ертеңіне жұмыста Гевин Шайнаны түскі асқа шақырады. Шайна өзінің әкесімен арақатынасы жайлы және әкесінің анасы екеуін жиі ұрғанын жасырмайды. Гевин Шайнаның күйеуімен осындай қорқынышты жағдайдан құтқарғаны үшін рахмет ретінде бірге тұрып жүргенін түсінеді. Офицер Холлис дәрігерден шыққаннан кейін үйіне келіп, әйеліне үлкен ұрыс шығарып жауап беруін өтінгені есіне түседі. Джо Гевинді жұмысының алдында ұстап алып, кешкі ас үшін кешірім сұрайды. Ол Гевинді гей деп ойлағанын және оның досы есін жимаса тозаққа түсетінін айтады. Алайда Гевин оған Құдай да, тозақ та, жұмақ та жоқ деп жауап қайтарады. Джо Гевинге тағы да кездесуді ұсынады. Ол оның ойын өзгерте аламын деп сенеді. Жұмысқа бара жатып Гевин Шайнаға өзінің бұрын үйленгенін айтып, екеуінің проблемалары 2 бөлек екенін және біреуге рахмет айтудың құны махаббат болмауы керек екенін де жасырмайды. Шайна Гевиннің 2 жылда ажырасып кеткенін естіп, өте ұзақ қиналмаған екенсің деп ойнайды. Ал Гевин оған қайырымдылық есебінде Шайна онымен бір түн өткізсе жақсы болатынын және оның өте әдемі келіншек екенін айтады. Осылай Шайна оны ешқашан ұмытпайтынына көз жеткізгісі келеді. Егер ол күйеуімен ұрысып қалса, есіне бірден өзі түсетінін біледі. Себебі ойлау үлкен қиялға айналып, артынан егер бір рет ойнастық жасасам ештеңе етпес деген ойға алып баратынына сенімді болады. Осылай адамның қиялы шындыққа жетелейді. Ол бұл жағдай енді қайталанбайды деп ойлайды. Алайда екеуінің ортасында үлкен байланыс, сезім пайда болады. Бір ғана ұтымды айтылған сөйлемнің нәтижесі осы еді. Ол өзінің дөрекілігіне кешірім сұрайды. Жалғыз қалған Шайна, мен онымен тіпті төсектік қатынасқа түспедім де, ал ол болса тартымсыз деп ойлайды. Кешкісін Джо Гевиннен Құдайға деген қандай реніші бар екенін сұрайды. Себебі Құдайды жаратқан әлемінің керемет екенін айтады. Ал Гевин болса, соғыс, ауруды ғана көретінін және кез келген дінге сенуші Құдайдың кім екенін білетініне сенімді. Сондай-ақ оның бар жоғына қарамастан оған сыйыну керек деп ойлайтынын айтады. Гевин барлық дәлелдерді алға тартады, ал Джо болса өзінің сенімін алға тартады. Нәтижесінде екеуі қайтадан ұрсып қалады. Шайна келіп Гевиннің үйіне қайтқаны дұрыс болатынын айтады. Ертеңіне Шайна
Оны серуендеуге шақырып, 18 жасында нашаға әуестеніп, өмірінің бәрі құрдымға кеткенін, артынан нашаға ақша таба алмай, өзіне жұмыс берушіні тапқанын айтады. Оны бір күні шіркеу ішінде болғанды жақсы көретін жігітке жіберіп, оның жұдырығын жүгірткенді жақсы көретін адам екенін ескертпеген еді. Солай Шайна есін тек таңертең жияды. Ол құрбандық үстеліне жорғалап бара жатқанда, Джо оны тауып алып, ауруханаға апарып, жанында қалады. Егер де Джо болмағанда, оның тірі қалмауы да мүмкін еді. Джо Шайнаның бойынан жақсы нәрсені көре білген және оны қорғай білген алғашқы жігіт еді. Гевин Шайнаның өте мықты қыз екенін және өзін-өзі қорғай алатынын, сондай-ақ оның сұлулығы оның жүрегін жаулап алғанын да жасырмайды. Шайна оның да өте тартымды жігіт екенін, сол себепті өзінен және өзінің отбасынан аулақ болуын сұрайды. Гевин нағыз жігіт болып, оның мазасын алмайды. Алайда 3 аптадан кейін Шайна қайта келіп, оған Джоның өмірде басқа да қуаныштарды көруге үйреткенін, сондай-ақ әлем оған қарағанда әлде қайда үлкен екенін айтады. Екеуі аспанға қарап, Гевин оған кейбір жұлдыздардың жарығы бізге көріну үшін 2,5 миллион жарық жылдарын құрайтынын, біздерге дейін динозаврлардың өмір сүргенін айтады. Офицер Холлис өзінің тәрбиелеп отқан балаларының өзінің туған інісінен екенін біледі. Әйелі күйеуін қатты жақсы көргені себепті осылай жасағанын, себебі Холлистің қатты балалы болғысы келетінін білгенін, алайда оның бедеу екенін білгенін айтады. Холлис Гевиннен әңгімесін әрмен қарай жалғастыруын сұрайды. Шайна Гевинмен кездесіп, мүмкіншілік болған кез келген жерде төсекті қатынасқа түсіп отырады. Жұмыста, қонақ үйде, тіпті Гевиннің үйінде де. Алайда бұл ләззат ұзаққа созылмайды. Себебі Джо әйелінің ойнастық жасап жүргенін біледі. Джоның үйіне кіріп, екеуін өлтіргісі келгенімен өз-өзін қолға алып, Шайна екеуінің ара қатынастарын сақтап қалуға тырысады. Ол әйелімен Африкаға кетіп, еріктілер қатарына қосылғысы келеді. Алайда Шайна қарсы болады. Джо әйелінің Гевинмен әңгімесін тыңдайды. Ол Джодан ажырасып өзіне қосылуды сұрайды. Алайда Шайна оған бірнеше күн ғана күтуі керек екенін және күйеуін осы әңгімеге дайындау керек екенін айтады. Шайнаның күйеуі шіркеу қызметкері болғанына қарамастан, сабыр мен Құдайға деген сенімі оған көмектеспейді. Ол Гевинді ұстап алып, өзінің бұрынғы өмір жайлы айтады. Шайнаға дейін оның отбасы, 2 баласы, жақсы жұмысы және керемет үйі болғанын. Алайда ол әйелінің сенімімен ойнап, жеңіл жүрісті қыздарға жиі барып, көп ішетін болғанын. Соңында өзінің барлығынан, жақсы жұмысы, әйелі және балаларынан айырылғанын айтады. Гевин де бәрінен айырылған еді. Бірақ Гевин отбасылық өмірде. Қызын көлік қағып кетпей тұрып, қызы қайтыс болмай тұрып бақытты болған еді. Сол себепті ол өзінің Құдайға деген сенімінен айырылған болатын. Өзі тірі қалып, артта отырған қызы өліп кеткені әділетсіз еді. Не керек, Джо Гевинге әйелінен аулақ жүр деп ескертеді. Артынан Шайнаның телефонынан Гевинге қоңырау шалған Джо шатырға шығып көруін сұрайды. Мүмкін сонда ол Құдайды табатын шығар дейді. Ол сағат түскі 12-ге дейін шатырда тұрып, артынан секіруі керек еді. Егер секірмесе, Шайнаны атып өлтіретінін айтады. Холлис не үшін әңгімені бірден осы жерден бастамағанына ашуланады. Ол Джоны тауып алып, ешкімде өлмейтін еді дейді. Холлис терезеден оларды біреудің бақылап тұрғанын көріп, онда бір топ полиция қызметкерлерін жібереді. Холлис Гевиннен Джоның айтқанын істемеуді өтінеді, дегенмен оның миын ашытпайды. Себебі қиын жағдайда адамдардың неге бара алатынын ешкім де білмейді. Ал жай ғана Джо өз әйелін ата салады дегенге сенуде қиын. Алайда Гевин біреудің өмірін сақтау үшін неге бара алатынын өзі де білмеуі мүмкін. Өкінішке орай, Гевин Джо әйелін өлтіреді дегенге сенеді. Солай ол Холлиске «мен Шайнаны қатты жақсы көретінімді айт» деп секіріп кетеді. Осы жағдайда Гевиннің қандай шешім қабылдағаны дұрыс болатынын айту қиын. Себебі өзінің дұрыс емес шешімінің кесірінен өз қызынан айырылған болатын. Оның шатырға келуіне себеп болған нәрсе біреудің әйеліне көз салуы еді. Джо шіркеу қызметкері де өзінің сабырлық сақтап, бейбітшілікті насихаттаудың орнына өзінің дініне сәйкес келмейтін нәрсені жасайды. Ол Гевинді өз-өзін өлтіруге итермелейді. Фильм соңында офицер Холлис өз әйеліне қайтып оралады.
Бірақ кешкі ас алдында біз бүгіннен бастап Құдайға сенбаймыз. Мен әйелімнің қателігін кешірдім, бірақ Құдайға деген сенімімді жоғалттым дейді. Осымен фильм өз соңына жетті. Назарыңызға рахмет. Өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Ол біз үшін өте маңызды.